Тәнібек Әлімханұлының спарринг партнерлары жергілікті қазақ боксшылар болды. Әдейі жергілікті қазақ боксшыларын таңдап отырмыз. Өйткені Жәнібекпен тәжірибе алмасып, олар да ертең жарқырап шықсын, үйренсін деп Аман Қонысбаев, сосын Бекболат деген жігіт бар. Сосын Раис болды алдыңғы жекпе-жегімізде спарринг қарсыластар. Шетелден ешқандай спарринг қарсыластарды әкелген жоқпыз. Өйткені оларды істей алатын біздің қазақ боксшылар да істей алады. Тіпті қазақ боксшылары шетелдік спарринг партнерлардан қарағанда көбірек өзінің пайдасын тигізеді. Сондықтан біздің қазақ жігіттеріне, спаррингке көмектескен жігіттердің барлығына рахмет. Мырзағали Айтжанов ағамыз өзіміздің боксшылардың барлығын алып келіп көмегін тескізді, спарринг партнерларды сол кісі тауып алып келді. Сондықтан бүкіл командамызға рахмет айтқымыз келеді. Негізі жекпе-жек қай жерде болса, біз сол жерде жаттығамыз. Мәселен, Сауд Арабиясына жекпе-жек болатын болса, біз Сауд Арабиясына барып жаттығамыз. Швейцарияда жекпе-жек болатын болса, сояққа барып жаттығамыз. Өйткені бұл біздің команданың әу бастағы шешімі. Неге десеңіз, біз жеделаққа 15 күн, 20 күн уақыт кетеді. Ол ұйқыны ауыстыруға, одан кейін тамақты ауыстыру бар, сол жақтың күні түніне үйрену бар. Сондықтан бір айды басқа жақта жоғалтқанша, сол жекпе-жек өтетін елде жаттығу жасау деп шештік. Ал Қазақстанда бізге ешқандай қиындық туған жоқ. Бәрі керемет, бәрі орында. Өзіміз үйренген тамақ, өзіміз үйренген су. Сондықтан керемет, барлық тамаша өтті.